Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 128-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қорытындылау. Біз еліміздің мақтанышымыз. Бүгінгі сабақта сендер есептеулерді орындайсыңдар және есеп шығаратын боласыңдар. Менің видеом пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Бірінші есеп. Есепте болашақта кім қандай мамандық иесі болуды армандайтынын айт, балалардың атын ата. Асқардан бастаймыз. Берілген амалды орындаймыз. Шыққан мәнін суретте көрсетілген мамандық иелеріне қарап анықтайтын боламыз. Бірінші көбейту амалы орындалады Асқарда. 9-ды 8-ге көбейтеміз, 72 болады. 72-ге 250-ді қоссаңдар 322 шығады. Демек 322 бізде әскери қызметкер. Асқар әскери қызметкер мамандығы болуды армандайды. Рахымжанда біріншісіне жақшадағы амал орындалады. 54-ке 26-ны қосамыз, 80 болады. 600-ден 80-ді азайтқан кезде 520 болады. 520 бізде көрсетіліп тұрған Рахымжан өрт сөндіруші мамандығы болғысы келеді келешекте. Келесі санжарды табамыз. Бірінші көбейту амалы орындалады. 170-ді 1-ге көбейткен кезде 170-дің өзі шығады. 350-ден 170-ді азайтсаңдар 180 болады. Санжар полиция қызметкері болғысы келеді. Айғаным. Бірінші жақшадағы амал орындалады. 150-ден 140-ды азайтамыз, 10 болады. 10-ды 2-ге көбейткенде 20, 20-ға 65-ді қосқан кезде 85 болады. Айғаным бізде аспан серік мамандығы болғысы келеді. Келесі Дариға. Дариғада бірінші көбейту амалы орындалады. 5-ті 8-ге көбейтесіңдер 40, 380-нен 40-ды азайтқан кезде 340 болады. Дариға мұғалім мамандығы болғысы келеді. Мұғалім болғысы келеді келешекте. Енді Маржан. Жақшадағы амал орындалады. 250-ден 205-ді азайтқан кезде 45 қалады. 45-ті 5-ге бөлген кезде 9 болады. Маржан дәрігер мамандығын армандайды келешекте, дәрігер болғысы келеді. Міне осылай анықтайтын боламыз. Келесі екінші есеп, есептерді шығар. А тапсырмасы. Шарт құрып шығарсаңдар да болады, немесе өрнек ретінде шығарсаңдар да болады. А тапсырмасы. Әрбір көйлекке қадау үшін 9 түйме қажет. Егер 63 түйме жұмсалған болса, онда қанша көйлек тігілген? Жалпы бір көйлекке 9 түйме кетіп жатыр. Ал енді бізде жалпы жұмсалғаны 63 түйме кетті көйлектерді тігуге. Енді неше көйлек тіккенін табу үшін біз 63-ті 9-ға бөлеміз. Сонда бізде 7 болады. 7 көйлек тігілген. Ә тапсырмасы. Қоршаудың 4 бөлігін құрастыру үшін 32 тақтай қажет. Осындай 10 бөлікке қанша тақтай қажет? Енді сендер бір бөлікке қанша тақтай қажет екен табуларың қажет. Ол үшін 32-ні 4-ге бөлесіңдер, 8 болады. Демек бір бөлікке 8 тақтайша қажет. Ал енді 10 бөлікті табу үшін 10-ды 8-ге көбейтеміз, сонда 80 болады. 10 бөлікке 80 тақтай қажет. Б тапсырмасы. Бұрандалы 5 шеге 40 теңге тұрады. Егер 80 теңге жұмсалған болса, онда қанша шеге сатып алынған? Бірінші бір шегенің бағасын табуымыз қажет. Ол үшін 40-ты 5-ге бөлесіңдер, 8 болады. Демек, бір шеге 8 теңге тұрады деген сөз. Енді 80 теңге жұмсалған болса, енді неше шеге сатып алғанымыз анықтау үшін 80-ді 8-ге бөлеміз, 10 болады. 10 шеге сатып алынған. В тапсырмасы. Шеге салынған жәшіктің салмағы 14 килограмм. Осындай 5 жәшік қанша тартады?
Демек, 1 жәшік 14 килограмм болса, 5 жәшікті табу үшін 14-ті 5-ке көбейтесіңдер. Дұрыс айтасыңдар. 14-ті 5-ке көбейткен кезде ауызша көбейтсек те болады. Ол үшін 10-ды 5-ке көбейтеміз 50, 4-ті 5-ке көбейтеміз 20, 50-ге 20-ны қосамыз 70. 5 жәшік 70 килограммды тартады. Үшінші есептерді шығар. А тапсырмасы: құрылыс бригадасында 4 әйел бар. Бұл барлық құрылысшылардың 3-тен 1 бөлігі. Бригадада барлығы қанша адам бар? Мен үнемі айтам, барлығын табу үшін қосу немесе көбейту амалы орындалады деп. Демек, бұл жерде бөлік деп тұр. Бөлікке, яғни бөлуге кері амал бізде көбейту. Енді біз бұлай жасасақ болады. Енді барлығын табу үшін 4-ті 3-ке көбейтеміз 12 болады. Бригадада барлығы 12 адам бар. Ә тапсырмасы: дәрігер 20 емделушіні қабылдады. Олардың 5-тен 1 бөлігі балалар. Дәрігер қанша бала қабылдады? Бізде барлығы берілген, сандардың барлығы берілген, тек біз балаларды ғана табуымыз қажет. Жалпы 20 емделуші келіп емделді, бірақ оның 5-тен 1 бөлігі ғана балалар дейді. Демек, бөлік деген сөзде бөлу деген орындалады. Сондықтан 20-ны 5-ке бөлеміз 4 болады. Демек, дәрігер 4 бала қабылдады. 4-ші есепте. Санның үлесі. Енді біз санды табу үшін санның жартысы 15-ке тең, жалпы бүтін санды табу үшін 15 2-ке, яғни 15-ке қоссаңдар болады. Демек, 30 деген сөз. Бүтін сан 30-ға тең. Ал санның 3-тен 1 бөлігі 9-ға тең. Демек, 3-тен 1 бөлігі 9 болса, барлығын табу үшін бізде 9-ды 3-ке бөлеміз, сонда 27 шығады. Бүтін сан 27. Келесі санның 4-тен 1 бөлігі 10-ға тең. Демек, 4 бөліктің біреуі ғана 10-ға тең болса, қалған анықтау үшін 10-ды 4-ке көбейтесіңдер, сонда 40 болады. Демек, бүтін сан 40 деген сөз. Келесі кестеде санның үлесі берілген, санды табуымыз қажет. Санның белгісі санның 6-дан 1 бөлігі 2-ге тең дейді. Енді сендер бұл жерде бастапқы санды табу үшін бөлікті, яғни 10-ды 5-ке көбейтіп отырасыңдар. 7-ні 8-ге көбейтеміз. Және де 2-ні 6-ға көбейтесіңдер. Бастапқы санды табу үшін санның 6-дан 1 бөлігі 2-ге тең болса, 2-ні 6-ға көбейтесіңдер, 16 болады. Демек, бастапқы сан 16, 16-ның 12, бастапқы сан 12, 12-ның 6-дан 1 бөлігі 2-ге тең. Келесі белгісі сан, бастапқы санды табу үшін 7-ні 8-ге көбейтеміз, сол кезде 56 болады. Демек, 56 санның 8-ден 1 бөлігі 7-ге тең деген сөз. Келесі бастапқы санды табу үшін 10-ды 5-ке көбейтесіңдер, сонда 50 болады. Біздегі бастапқы сан 50, 50 санының 5-тен 1 бөлігі 10-ға тең. Бесінші есеп: теңдеулерді шеш. Белгілі амалды орындап жай теңдеуге айналдырамыз. X көбейтілген 8 тең 560 азайтылған 488 дейді. Белгілі амал: 560-тан 488 азайтасыңдар, сонда 72 қалады. Енді X-ті табу үшін 72-ні 8-ге бөлесіңдер, өйткені үлкен сан теңдіктен кейін тұр.
72-ні 8-ге бөлген кезде 9 болады. Келесі теңдеу x көбейтілген 9 тең 600 азайтылған 330. Белгілі амалды орындап аламыз. 600-ден 330-ды азайтып 270 қалады. Жай теңдеуге айналдырдық. Үлкен сан 270 теңдіктен кейін орналасқандықтан көбейтуге кері амал бөлу орындалады. 270-ті 9-ға бөлген кезде 30 шығады. Біздегі демек x 30-ға тең деген сөз. Келесі y көбейтілген 3 тең 500 азайтылған 230 деп берілген. 500-ден 230-ды азайтамыз, 270 болып жай теңдеуге айналдырамыз. Y көбейтілген 3 тең 270 дейміз. Енді үлкен сан теңдіктен кейін тұрғандықтан кері амал орындалады. Бөлу 273-ке бөлген кезде 90 шығады. Демек біздегі y 90 санына тең. Келесі теңдеу x бөлінген 7 тең 990 бөлінген 9 дейді. Жай теңдеуге айналдырып аласыңдар. 990-ды 9-ға бөлген кезде 110 болады. Сонда x бөлінген 7 тең 110 деген теңдеу шығады. Үлкен сан теңдіктен кейін тұрғандықтан бөлуге кері амал көбейту орындалады. 110-ды 7-ге бөлген кезде 707-ге көбейткен кезде 770 шығады. Демек бізде x 770 деген санға тең. 770 енді есептің дұрыстығын тексеру үшін 770-ті 7-ге бөлген кезде 110 болады. 990-ды 9-ға бөлген кезде 110 болды. Екі жағда теңесті деген сөз. Теңдеуде міндетті түрде екі жағы теңесу керек. Оны ұмытпаймыз. 6-шы есеп өте оңай есеп, өйткені жақшаның ішіндегі амалдарды орындайсыңдар, содан кейін жақшаның сыртындағы амалдарды орындайсыңдар. Біріншісінде 400 азайтылған 325 пен 25-дің қосындысынан деп тұр. Бірінші жақшадағы амал орындалады. 325-ке 25-ті қосамыз. 350 болады. 400-ден 350-ді азайтқан кезде 50 қалады. Келесісінде 89-ға 111-ді қосамыз. Бізде 200 шығады. 152-ге 200-ді қосқан кезде 352 шығады. Міне осылай қалған есептерді де шығаратын боласыңдар. Барлық есеп түсінікті болды деп ойлаймын бұл жерде. Өздерінің жазған есептеріңмен менің жазған есептерімді өздерің салыстырыңдар. Келесі бізде 7-ші есеп. Сен дүкенге келдің, сенің 1000 теңгең бар. Кез келген 3 тауарды таңда. Сатып алған тауарыңа қанша ақша төлейтініңді және саған қанша ақша қайтаратынын есепте, шешуін жаз. Бізде көрсетіліп тұр қандай тауарлар екенін және де бағасы көрсетіліп тұр. Мен есебімді оқиын. Сендерде осыған ұқсас есепті құрастырсаңдар болады. Болды бізде 1000 теңге. Сатып алынды 250 теңгелік және 220 және 360 теңгелік 3 зат. Қайтарылды неше теңге. Енді мен 3 тауардың құнын табу үшін барлығын қосып шығамын. 250-ге 220-ны қосамыз. Одан шыққан мәніне 360-ды қосқан кезде бізде 830 шықты. Демек, мен 1000 теңге бердім саудагерге. Менің шығыным, яғни құны, заттарымның құны 830 теңге болды. Енді маған неше теңге қайтару керек? Ол үшін 1000-нан 830-ды азайтамыз, 170 теңге болады. Демек, сатып алған тауарға 830 теңге төлеу керек және 170 теңге қайтарып беру керек. Келесінде есеп құрастыр дегендіктен біз есептерді құрастырамыз. Шай бізде 250 теңге, ақ ірімшік 360 теңге. Өйткені бізді кестеде көрсетіліп тұр, кестеге байланысты мен құрастырып жатырмын. Енді шайға қарағанда ақ ірімшіктің неше теңгеге қымбат екенін анықтауымыз қажет.
Ол үшін 360-тан 250-ді азайтамыз, 110 теңге болады. Шайдан ақ ірімшік 110 теңгеге қымбат. Келесінде есепті құрастыруымыз қажет. Печенье 220 теңге, шоколад 330 теңге. Барлығына қанша теңге төленді, яғни құны. Оны анықтау үшін, барлығын анықтау үшін қосамыз. 220-ға 330-ды қосасындар, сонда 550 теңге болады. Сатып алынған затқа барлығы 550 теңге төленді. 8-ші есеп. Дойбы жарысында Мақсат, Бекзат және Бақыт өз сыныбының намысын қорғады. Олардың біреуі 3-ші А, екіншісі 3-ші Ә, ал үшіншісі 3-ші Б сыныптарында оқиды. Бірінші ойында Мақсат пен 3-ші А сыныбының оқушысы ойнады. Екінші ойында Бекзат 3-ші Б сынып оқушысымен ойнады, ал Мақсат демалды. Кім өздеріңнің жауаптарыңды жазды деген ойдамын. Енді менің жауабыммен салыстырыңдар. Мақсат 3-ші Ә сыныбында оқиды. Бекзат 3-ші А сыныбында оқиды. Бақыт 3-ші Б сыныбында оқиды. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.